Ақтөбе қаласы нөмір 37 орта мектебінде 569 оқушы білім алып, 52 педагог еңбек етуде. Бүгінгі тәуелсіз елдің болашағы жастар, ал жастарға білім беру мен тәрбиелеуде ұстаздарға артылған жүк те ауыр. Сондықтан ұстаздар ізденуден жалықпауы керек дейді мектеп директоры Қарлыға Қоғабайқызы. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайында дамудың жаңа мүмкіндіктер деген жолдау аясында атап көрсетті. Оның ішінде қазіргі таңда білім беру саласында жаңартылған білім мазмұнына көшудің басталғандығын, оның 2021 жылы аяқталатындығын, бұл дегеніміз жаңа оқулықтар, жаңа бағдарламалар, стандарттар және жаңа кадрлар. Рухани жаңғыру дегеніміздің өзі осы деп президенттің өзі нақты көрсеткен болатын. Білім шаңырағында ұстаздар мен балалардың еркін жұмыс жасау үшін талапқа сай мүмкіндіктер қарастырылған. Мектептің дарынды оқушылары республикалық білім додаларында бақ сынап, жүлделі орындар иеленіп жүр. Мәңгілік ел болуға қадам басқан мемлекет үшін білім беру жүйесінің тиімді болуы да маңызды. Мектеп ұстаздары жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында жаңа әдістемелерді қолдану арқылы шәкірт тәрбиелеп, абыройлы еңбек етуде. Арнайы абыройлы үшін Жәнібек Қуанышұлы, Махаббат Мақсатқызы, Ақтөбеден.